ауру түрлері мен олардың емдеу тәсілдері сипатталған. Сонымен қатар 200-ден аса дәрі-дәрмектің сипаттамалары бар. Ауырсынуды басатын дәрілер кең қолданылды. Хирургиялық ота үлгілері де бекітілді. Қытайлықтар өсімдіктің көптеген қасиеттерін ашты. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда Қытайда әлемнің бағыттарын көрсететін құрылғы компас пайда болды. Осы өнер табыстың пайдасы өте жоғары және ол навигация тарихында нақты революция жасады. Табиғи жібек талшықтарынан тоқылған маталарды адамдар ерте замандарда жоғары бағалаған. Қытайдан шығарылған жібек маталары ұлы жібек жолы арқылы дүние жүзінің басқа аймақтарына таралып, саудагерлерге мол табыс әкелген. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтың соңында Қытайда қағаз ойлап табылды. Ол бамбуктан, ағаштардың қабығынан және матадан жасалды. Барлық ғылыми білім адамдардың өмірін жақсарту үшін пайдаланылды. Иә балалар, әлі күнге дейін осы ашылған жаңалықтар қазіргі таңда бүткіл қоғамда, әлеуметтік ортада, мемлекеттерде кеңінен қолданылуда. Жақсы балалар, енді бүгінгі біздің сабағымыз өздеріңіз білесіздер, ежелгі Қытайдың қандай ғылыми жаңалықтары бүгінгі күнге дейін жетті болатын болса, жаңа видеодан сіздер жаңа сабақты түсініп алдыңыздар. Енді сол бүгінгі сабақты қалай түйдік, қалай түсіндік, соны білу үшін мен сіздерге тапсырмалар беремін. Сол тапсырмаларды 2 минуттың ішінде орындап, сіздер маған көрсетулеріңіз керексіздер. Ол үшін мен сіздерге айтарым бар деген тапсырманы беремін. Сіздерге сұрақтары белгілеріне. 4-ші топқа мәтіннің пирамидасы тапсырмасын орындай береміз балалар. 1-ші топқа суреттерге қарай отырып, Қытай елінде дамыған өркениеттерді атау керек сіздердің топтарыңызға. Ал 1-ші топқа мына жерде не түйдім, не түсіндім, не көрдім. Әрқайсыңызға жеке-жеке тапсырмалар беріліп, не түйдіңіз, мына жерге жазасыз, не түсіндіңіз. Әркімдікі әртүрлі болады. Бүгінгі тақырып бойынша, жаңа сабақ бойынша. Ал балалар, бізде уақыт кетті. Орындаймыз. Ойласыз орындаймыз. Бірінші топ дайын екен, 1 минуттың ішінде дайын болып тұр. Кейін тақтаға шақырамын. Қалған топ дайындала береді. Ал, тыңдайық бірінші топты. Қалғандарын сол жағында. Сол жағында. Мұнайға жағында. Қытай жазуы. Ал бұл қытайлардан шайы. Өте жақсы Қытай шайы дейді. Қытай қағазы. Қытай қағазы. Қытай
қарқыры өте жақсы, өте жақсы. Бірінші топқа балалар өте жылдам шапшаң орындағаны үшін үш шаба өте жақсы отырамындар. Қай топтайын? Келе қоямыз, қай топтайын? Келе қойсын. Жаздық па балалар? Қай топтайын? Екінші топтайын екен, әркім өзінің сөйлемін не түйіп, не түсінгенін бір орындарына айта қойсын. Қолын айта қой. Бүгінгі сабақта мен Қытайдың ғылымдарын оқыдым. Олар медицина, геометрия және астрономия. Өте жақсы отыра ғой толқын. Азиз айта қой. Мен бүгін арифметика туралы өте қатты түсіндім. Онда өте жоғарғы математика. Математика туралы айтатын өте жақсы. Айта ғой толқын. Қытайда дәрігерлерді ilmi емдеу өте кең дамыған. Сонымен қатар онда 200-ден аса дәрі сипаттамасы да бар екен. Соны түсіндім. Өте жақсы. Айта ғой. Бүгін мен сабақта ежелгі Қытайда медицина ілімі өте жоғарғы деңгейде дамыды. Дәрігерлер емдеу әдістерін, емдеу жаттығулар, жүру әдістерін қолданды екен. Өте жақсы. Айта ғой. Мен өмір жібек жолы қалай құдіретінің біліп түсіндім. Өте жақсы. Айта ғой. Өмір жібек жолы қалай арифметиканы жолын алғанын Яғни айтқанда, арифметика, геометрия, медицина, астрономия ғылымдарының ежелгі уақытта да Қытайда дамығанын түсіндім. Өте жақсы. Ал енді үшінші топ пен төртінші топ қалыпты. Қай топтайын қол көтеріп қояды? Қай топтайын? Айта қойыңыз. Бір сөйлеммен айта қойыңыз. Айтарым бар дейді. Не айтуға болады тақырып жөнінде? Ердан не айта аласың осы тақырып жөнінде? Бір сөйлеміз. осы Қытайдың жақсы отыра ғой. Кім айта алады? Қол көтеріп айта қойық. математика оларда ең математикаға дамыған олар. Математиканың олар не істеген олар математиканы қатты шығарған. Жақсы отыра ғой. Айта қойшы. Олар медицинаны тез дамытып, олар және адамдарды емдеу әдіс тәсілдерін білген, жақсы отыра ғой. Ал төртінші топ тақтаға шыға қояйық тез. Төртінші топ ауызбіршілігі мықты топ екен. Ал бәрі сол жағына тұрамыз тақтамыз. Тез келе қояйық. Мына жерге қояйық. Бірінші сұрақта мәтін не туралы деп сұрады. Мәтін не туралы? Жауабын айта ғой. Қытай елі туралы. Екінші сұрақ. Орны мен уақыты біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырға Қытай жерінде болған. Негізгі оқиғалар. Қытай елінің оқиғалары. Яғни несі? Ғылыми жаңалықтары. өте жақсы. Ерекшелігі, құндылығы туралы не айтуға болады? Қытайдың адамзаты бар. Ненің дамығанын айттық? Ғылымның дамығаны өте жақсы. Енді, Қытайдың елінің медицинасы дамыған. медицинасы өте жоғары деңгейде дамыған. Ары қарай. Қытай елі өте еңбек қоры. Қытай елінің құндылығы, Қытай елінің адамдарының өте еңбекқор болғаны. Қандай сұрақтар бар? Неге Қытай елінің адамдары еңбекқор? Аяғында Қытай елі өте дамыған ел екен. несі дамыған? Ғылыми жетістіктері, сол кезде дамып, әлі бүгінге дейін несін жоймай тұр? Құнын жоймай тұр. Өте жақсы. Төртінші топқа бар.
ойлаймыз. Жақсы айтып тұрайын, өте жақсы. Мынадай бар ма? Жақсы, өте жақсы. Отыра ғой, 4-ші топтың балалары өте жақсы.